Сәлем достар, бүгінгі түс жыру шығарылымында түсіңізде кітап көрсеңіз қалай жорлады. Ең алдымен каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Ибн Сириннің түс тәпсірінде кітап қуатты бейнелейді. Түсінде қолында кітап бар екенін көрген адам күш-қуатқа ие болады. Ашық кітап айқын жақсылықты, жабық кітап жасырын жақсылықты білдіреді. Кітапты жас жігіт ұстаса, бұл жақсы жаңалықты білдіреді. Кітап құлдың қолында болса, бұл игілік пен қуанышты білдіреді. Оның себебі жақсы хабар. Егер кітапты еркін әйел ұстаса, армандаушыны қуанышты нәрсе күтеді. Түсіңізде кітап ашық болса, ал әйел пердеде болса, бұл оны сергек болуға шақыратын жасырын нығметті білдіреді. Ал әйел хош иісті және әдемі болса, бұл жақсылыққа нұсқайды және жақсы мақтауға лайық әрекетті білдіреді. Ал егер бұл әйел дөрекі болса, бұл жақсылықты көрсетеді. Егер біреу оның кітаптары Құран немесе діни әдебиеттердің оқып жатқанын көрсе, бұл оның күнәларына өкінетінін білдіреді. Түсінде сұлтанның оған ашық кітап сыйлағанын көрген адам күш-қуатқа ие болып, мүмкіндігінше бақыт пен бақытқа ие болады. Оң қолыңызда кітапты көру бұл жақсы белгіні білдіреді. Кімде-кім түсінде біреуден оң қолымен кітап алса, сол кісінің ең құнды нәрсесіне ие болады. Кімде-кім кітапты жыртып алдым деп түсінде көрсе, мұңы оны тастап, азғыру мен жамандықтан аулақ болып, берекелі болады. Кітаптың бетінің алдыңғы жағын оқып жатқан, армандаған адам мұраға ие болады. Кім арғы жағында жазылғанды оқыса, біреуге мұра қалдырады. Түсінде кітап оқуға дағдыланған адам оған жақын болса, күшке ие болады. Немесе саудагер болса, ол кітапты қаншалықты шебер оқығанына сәйкес келетін кәсіпке кіріседі. Кімде-кім түсінде өзінің кітабын оқып жатқанын көрсе, Алла тағаланың алдында жасаған күнәларына өкінеді. Достар, бүгінгі түс жыру шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.